Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге кішкене қыздарға боп-каре жасауды көрсететін боламыз. Біздің шашымыз тіп-тіке шаш, иықтан төмен түсіп тұр. Мына шаш, енді осыны боп-каре жасаймыз. Артық шашты алдын ала қиып алғандарыңыз дұрыс. Кейін стрижка кезінде сіздерге кедергі етпейді. Видеодағыдай әрекеттер жасап, шашты үйренуге тырысыңыздар. Шашты жақсылап сулап аласыздар. Сосын шашты су сеуіп әрбір қатарында қиып отырасыздар. Видеодағыдай каналымызға жазыла отырыңыздар, ақпаратпен бөлісе отырыңыздар, бір-бірлеріңе таратып отырыңыздар. Пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ұсыныстар болса да қабылдаймыз. Видеодағыдай шашты үйреніп алыңыздар. Осылай шашты екі зажиммен жинап алыңыздар. Артықтарын ең астыңғы қатардан бастап қиып отырасыздар. Алдымен орта шашты қиясыздар. Ең астындағы желкедегі басты шашты ортадағы шашты қиып, сол ортадағы шашқа екі жандағы шашты тартып отырып қиясыздар. Барлық шашты солай қиып отырасыздар. Сосын шығартып шығасыздар видеодағыдай. Ортасынан бастап екі шетіне қарай сосын тартып қиып отырасыздар. Мынау ең алдымен бірінші қатардағы шаш қой, осыны желкедегі шашты қажет ұзындықта қиып аласыздар. Сосын барып ортасына қарай екі шашты тартып отырып қиып шығасыздар. Жақсылап тарап қию керек каре шашты. Егер қайта тарамай қисаңыздар, ол арасында ұзын қалып кеткен шаштар шыға береді. Сол себептен де жақсылап алдымен сулап алыңыздар, сосын тарап отырып қиясыздар. Шаш қалың болып жатқан жағдайда шашты жұқартып отырыңыздар әр қиқын кесе. Шашты жұқартамыз қазір филировочный қайшымызбен. Желке жақтағы шашты жұқартып жіберіңіздер. Әдемі көрінеді кейін. Сосын келесі қатарлардан 2 см, 1 см қалыңдықта түсіріп қиып отырасыздар видеодағыдай. Ортасын қиясыздар, орта жақтағы шашты сосын осы орта жақтағы шашқа екі жағындағы шашты тартып қиып отырасыздар. Барлық қадам осылай жасалады, барлық шашты осылай қиып отырасыздар. Сосын екі жақтағы шашты артына тартып, тексеп, турамнан ұзын ма, екеуі бірдей ма тексеріп қарап алыңыздар. Егер біреуі бір жақ ұзын болып жатса, соны туралап, екеуі бірдей етіп қиясыздар.